Сәлем, сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Вупипай тортын пісіретін боламыз. Ең бірінші менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең бірінші 4 жұмыртқаның үстіне қант қосып, миксермен аппақ масса болғанша көпіртеміз. Жұмыртқамен қантымыз араласып жатқан уақытта шоколадымыз бен сарымайымызды микротолқынды пеште ерітетін боламыз. Мінекей достар, мен ерітіп алдым. Бұны ыстық күйінде массамызға құймаймыз, бір шетке қоя тұрамыз. Бұл уақытта мен құрғақ массаларды араластыратын боламын. Бұл жерде ұн және какао, қопсытқышты қосамыз. Бәрін бірге араластырамыз. Сіздер електен өткізсеңіздер, біздің коржықтарымыз воздушный болып шығады. Дайын болған массамыздың үстіне шоколадымыз бен майымызды сосын құрғақ массаларымызды салып, бәрін миксермен жақсылап қайтадан араластырамыз. Мінекей достар, бізде осындай қою масса шығу керек. Енді біз осы массаны 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікке 200 граммнан кетеді. Мен осындай тараза арқылы өлшеп аламын. Достар, енді біз бағанағы дайын болған массамызды пергаментке құятын боламын. Мен дөңгелек болу үшін пергаменттің үстіне сызып алдым. Диаметр 23 см. Тегістейміз. Енді 200 градуста әрқайсысын 10 минуттан пісіреміз. Достар, енді кремін жасаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр керек болады. Енді оның үстіне қант ұнтағын қосамыз. Сосын сливки қосамыз. Сливки міндетті түрде 33% болу керек. Және де салқын сливки болған дұрыс. Енді миксермен араластырамыз. Креміміз дайын. Енді біз оны арнайы мешокқа саламыз. Енді біз кремімізді саламыз. Вупипайға арналған насаткалар болады. Кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Менде нөмірі 807. Енді тортымызды жинаймыз. Тортымыз сырғып кетпес үшін астына кішкене крем жағамыз. Енді коржығымызды қоямыз. Кремді былай жағады. Осылай жалғастыра бересіз. Кремімізді құйып алдық. Енді екінші слойын қоямыз. Дәл осылай жалғастыра береміз. Тортымыз дайын. Енді оның үстіне жағатын ганашын дайындайтын боламыз. Оның үстіне жағатын ганашын дайындаймыз. Ол үшін бізге сарымай мен шоколад керек болады. Оны біз микротолқынды пеште ерітетін боламыз. Енді ганашымызды құямыз. Енді жан-жағына пачоктар аламыз.
Мінекей достар, осындай дәмді торты жасау үшін маған 5000 теңге және 2 сағат уақыт кетті. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге рецепт ұнаса менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау шанын басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.